Ұстаз болу адамның асылдығы деп, Ғапу Қайырбеков ағамыз жырлағандай, бойында асыл қасиеттері бар адам ғана ұстаз бола алады деп білемін. Мен Қызылорда облысы Арал қаласындағы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы нөмірі 13 орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Ержанова Айсұлу Сайланқызы. Қалай балалар? Қалай болады ма сабалар? Осы келген көңілмен сабалар. Біз осы кезге дейін қандай программада жұмыс жасадық? Scratch программасында жұмыс жасадық. Scratch программасында мультфильм жазған сосын яғни кейіпкерге қозғалыс, бейне енгізеді екенбіз. Олай болатын болса барлығымыз компьютерімізге қарай бұрылып, Scratch программасына жұмыс жасаймыз. Тоқ ұстауға болмайды екен. Ішінде тамақ жеуге болмайды. Үлкендердің рұқсатынсыз басқа сайттарға кіруімізге болмайды. Ұстаз таудан арқырай аққан тау өзені секілді айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді сумен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып дамылдайды. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркейткен, шәкірттеріне шуақ төккен күн ана. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Абай атамыз жырлағандай, егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталған емес пе? Баланы ең алдымен мейірім мен шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулу керек деген екен ұлы ғұламалар.